Жалпы Қазақстанда халықтың көпшілігі өзінің ақшаларын депозитте ұстайды. Статистиканы егер біз ашатын болсақ, оны біз көреміз. Даже банктардың егер біз қаржылық есептерін қарайтын болсақ, Каспий банкті де көрсек, Халық банкті де көрсек, ол жерде көп клиенттердің көп ақшасын көреміз. Яғни депозиттен ұстап отырған адамдардың ақшаларын көре аламыз банктардың қаржылық есебінен. Енді соған қарап біз айта аламыз, Қазақстанда көп адамдар осы банктық жүйемен қарым-қатынаста болғаннан кейін көп адамдар ақшаларын осы банктық жүйеде ұстайды. Бірақ бұл видеода мен сіздерге жалпы не үшін осы депозитте ақша сақтау біздің Қазақстанда қауіпті екенін айтатын боламын. Әрине, бұл видеодан кейін сразу өздеріңіздің ақшаларыңызды шешіп алып жүрмеңіздер. Өйткені бізде депозиттен де бөлек инструменттер бар. Сол инструменттер туралы да айтатын боламыз осы видеода. Сондықтан осы видеоны егер соңына дейін көріңіздер біріншіден. Егер ұнаса, онда бірінші каналға жазылып кетіңіздер. Одан кейін өздеріңіздің достарыңызға да таратып жіберіңіздер. Енді қараңыздар, жалпы бірінші депозит туралы айтпас бұрын банктық жүйе туралы айтайық. Өйткені депозит ол банктың продукциясы болып табылады. Депозит деген не? Жалпы біз өзіміздің қолымыздағы ақшамызды банкқа қарызға береміз. Ал банк оны пайдаланады да, оны кредит беруге пайдаланады, басқа да өздерінің продукттарына пайдаланады. Сол бойынша жылына өздерінің проценттерін төлеп отырады. Енді Қазақстанда қарапайым депозиттердің мөлшерлемесін білесіздер. Ол 15%, қазір Каспий банкта 18%-ке дейін көтерілді. Эффективный бөлігі 18%. Кейбір банктарда көтеріп жатыр 18%-ке дейін. Бірақ бұл енді 18% деген үнемі болатын процент емес. Көп болса, жарты жылдың ішінде бұл процент қайтып төмендеуі мүмкін. Өйткені оның барлығы ұлттық банктың біздің Қазақстандағы базалық мөлшерлемесіне байланысты. Егер қазір бізде 18%-пен бізде ұлттық банк өзінің базалық мөлшерлемесін көтеріп тұр, сондықтан да егер оны түсіретін болса, 14-ке мысалы, 13-ке немесе даже 15-ке дейін түсіретін болатын болса, ол автоматты түрде банктар өздерінің депозиттерін түсіреді. Яғни халық енді 18%-пен емес, 15%-пен, 13%-пен уже ақшаларын сала бастайды. Ал бұл Қазақстанда қаншалықты тиімді? 13%, 15, даже 15% деп алайық. Қарапайым өзіміздің күнделікті депозитіміз ол бізде 15%. Ал тек қана накопительный депозиттер ғана бізде қазір 18% көріп отыр. Енді яғни банктың продукция болғандықтан біз бірінші банктық жүйені айтайық. Өйткені банктар біздің экономикамызда өте үлкен қызмет атқарады. Яғни банктық системаны түсінуға. Жалпы банктердің бірнеше қызметтері бар. Қараңыздар. Бірінші банктар халыққа көмектеседі, яғни халыққа кредит береді. Өйтіп адамдар кредиттерін алып өздерінің мәселелерін шешеді бірінші очередь. Одан кейін бизнестерге кредит береді. Бизнестер ол кредиттерді алып ары қарай дамиды, продукттарын өсіреді. Сол сияқты өздерінің жұмыстарын жасайды. Сонымен қатар даже банктар ол мемлекетке қарызға береді. Өйткені мемлекеттен шығып жатқан көптеген облигациялардың көп бөлігін осы банктар сатып алады. Түсінесіздер ғой, иә? Үш түрлі жалпы мемлекетте қызмет атқарады. Жалпы ақша деген біздің мемлекеттегі ол кәдімгі біздің қанымыз сияқты. Осы қанды айналдыратын жүйе осы біздің банктық жүйеміз. Кейбір кезде банктар бұл қандық айналдыруды тездетеді, кейбір кезде жайлатады. Яғни аздап жүргізеді, кейбір кезде тез жүргізеді. Оны қалай түсінсек болады? Егер банктар көп кредит беретін болса, экономикада ақша тез айналады. Егер банктар аз кредит болатын болса, экономикада ақша жай айналады. Соған байланысты экономикада әртүрлі циклдер пайда болады, әртүрлі құбылыстар пайда болады, инфляциялардың тууына әсер етеді. Жалпы банктық жүйе бүкіл экономикадағы ең негізгі тіректердің бірі болып табылады. Біз оны түсіндік. Енді банктың осы депозиті бар. Ол депозит жалпы кредиттің пайда болуына әсер ететін негізгі продукттары. Өйткені әрбір салынған депозиттерден олар кредиттер қалыптастырады. Ал кредитті жоғарғы процентпен беретін түсінікті, сол арқылы ортадағы проценттерін сатып алады. Проценттерінен олар үстінен көреді. Мысалы, өздері 18%-пен, 15%-пен дейікші, 15%-пен депозитке салсаңыз, өздері 25%-пен, кейбір кезде 30%-ке дейін береді, яғни екі есе үстінен көріп отырады. Сол арқылы осы системадағы осы ақша жүйесін айналдырып отырады банктар. Біз бұны түсіндік. Енді қараңыздар, экономикадағы рөлін жалпы банктардың осындай атқаратын жұмысын
жалпы бүкіл түсіну керек деп ойлаймын. Бірақ қазіргі кезде жалпы банктардың жүйесі, функциясы қатты өзгерді. Өздеріңіз білесіздер. Банктар тек қана бұрынғыдай банк қана емес, енді депозитке салдыңыз, кредит берді деген сияқты емес. Енді банктар үлкен бір бизнес жүйеге айналды, экосистемаға айналды. Сіздер просто Каспийді ашып қарайтын болсаңыздар, приложениесін, сіздерде өте үлкен көп продукт бар. Ол жерде товар сатып алуға болады. Ол жерде шетелге шығуға болады. Ол жерде кредит алуға болады. Ол жерде кез келген налогты төлеуге болады. Бүкіл біздің өмірімізде қажет нәрселердің барлығын осы бір ғана приложение арқылы жасауға болады. Бұл деген не деген сөз? Яғни банктар өте яғни жақсы жұмыс жасайтын жүйе болғандықтан бүкіл клиенттерді жинады осы приложениеге. Ол клиенттерге әртүрлі продукттар берді. Магазин ашты былай айтқан кезде. Экосистема құрды, магазин ашып тастады ішіне. Ақшаны осы жерде ұстайсың, осы жерден продукт сатып аласың. Осы жерден сен кез келген нәрсеңді, қажеттілігіңді жаба аласың деген сияқты. Енді өздеріңіз ойланып көріңіздер, осындай жүйеде жалпы ақша сақтау мүмкін бе, әлде мүмкін емес пе? Міне депозиттің, яғни банкта ақшаны ұстап отырудың ең қауіпті жері осы. Өйткені сіздер банкта ақша ұстап отыратын болсаңыздар, оны кез келген адам жасай алмайды. Тек қана өте үлкен ішкі стержені бар адамдар ғана жасай алады. Қалған адамдардың көп бөлігі ана продукттарды көрген кезде, анау сервистерді көрген кезде соларға ақшаларын жұмсап жібереді. Немесе басқа жүйелері арқылы, яғни сіздер білесіздер, қазір Каспий басқа жүйелермен де байланысты. Кез келген басқа жүйені Каспий арқылы төлеуге болады. Сол арқылы қазір бізге оңайлап тастаған. Яғни банктар бізге өмірімізді бір жағынан жеңілдетті, соның арқасында біздің көп ақшамызды сорып алатын жүйеге айналды. Ал біз енді ондай жаратулардың кезінде, ондай шығындардың кезінде әрине біз өзіміздің ақшамызды сақтап қала алмаймыз. Біз тек қана жұмсаумен әлекпіз деген сияқты ғой. Бірақ біздің мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз бірінші ақшамызды сақтап қалу, екінші ақшамызды көбейту. Ал депозит ондай функцияны енді атқара алмайды. Өйткені депозит ол банктың продукциясы. Ал банк бізге бүкіл продукттарын ұсынып жатыр. Сондықтан достар, депозит бір жағынан менің ойымша әрине инфляция мен теңгенің құнсыздануын да жаба алмайды. Мен алдыңғы видеоны көрсеткен кезде сіздер сол видеоны толық көріп алыңыздар. Өйткені банктық жүйе жалпы бүкіл мемлекеттегі инфляцияны тудыратын жүйе болып табылады, кредит беру арқылы. Сондықтан да бұл жерде инфляцияны да жаба алмайды, теңгенің құнсыздануын да жаба алмайды. Жалпы ең бүкіл инструменттердің ішінде ең слабый продуктымыз осы депозит болып табылады. Сонымен қатар даже бұны статистикадан да көруге болады. Қазір сіздерге мына жерде график шығу керек. Мысалы, өздеріңіз ойланып көрейік. Осы графикке қарап, мынау бірнеше жылдың графигі. Осы графикке қараңыздар. Жалпы Қазақстанда инфляцияны көріп тұрсыздар. Қазақстандағы депозит мөлшерін көре аламыз. Мысалы сіздер егер өздеріңіздің ақшаларыңызды банкта бір жылдан астам ұстайтын болсаңыздар ғана, сіздер инфляцияны жаба аласыздар. Бірақ көпшілік адамдар, өздеріңіз білесіздер, депозитке саласыздар, қайтып аласыздар, депозитке саласыздар, қайтып аласыздар. Оның барлығы сіздердің жылдық алатын проценттеріңізге тікелей әсер етеді. Мысалы, сіздерде 1 миллион болатын болса, 15% болатын болса, жылына 150 мың теңге аласыздар. Егер де сіздер жартақ жыл ұстайтын болсаңыздар, ақшаларыңызды жартақ жыл ұстайтын болсаңыздар, ол кезде 7,5% аласыздар. Яғни 150 мың емес, енді 75 мың теңге аласыздар. Егер де сіздер 3 ай ғана ұстайтын болатын болсаңыздар, онда одан да төмен, яғни 3,5% ғана аласыздар. Одан да ұстайтын болсаңыздар, онда одан да аз ақша аласыздар. Бірақ көпшілік адам банкта ұзақ уақыт ақшасын ұстап отыра алмайды депозитте. Сондан шығарып, қайтып алған кезде сіздердің проценттеріңіз автоматты түрде өзгеріп кетеді. Осы нәрсені көп адам ескермейді. Көп адамның ойынша ол депозитте ұстап отырмын деп ойлайды, бірақ шешіп алған кезде проценттердің азайғанын көп адам білмейді. Бір жағынан ұлттық банк процентный ставкасын түсірген кезде банктарда білесіздер автоматты түрде өздерінің депозиттегі беретін проценттерінің мөлшерлемесін автомат азайтады. Сол кезде сіздер қосымша ақшаларыңыздан айырыласыздар. Сондықтан да депозит ең слабый инструмент. Оның орнына жалпы дамыған мемлекеттерде деп айтайықшы, дамыған мемлекеттерде көбінесе облигация алады, көбінесе ETF-тер акцияларға қатты көңіл аударады. Ол мемлекеттерде бұндай инструменттер қатты дамыған. Бізде Қазақстанда бұл енді дамып келе жатыр. Бірақ егер біз дамыған мемлекеттер сияқты ақшамызды тек қана
сақтап қана қоймай көбейткіміз келетін болса, әрине бұл инструменттермен сіздер жақсылап танысуларыңыз керек және ол инструменттерді зерттеулеріңіз керек. YouTube'тан болсын, басқа авторлардан болсын, бұл инструменттерді зерттеп бастап, өз ақшаларыңызды осы инструменттерге әртараптандыру керексіздер.